Абайдың образын ашу туралы айту қиын. Енді кілті мен Абайдың өзінен, жанынан, жүрегінен, жалпы өз басынан іздедім. Қара сөздерінен, оның поэзиясынан, әндерінен, Абайдың өзінің әлеміне кіру керек болды. Абайдың кілті өзінде. Ол кілтті таба алдым ба, таппадым ба, оны енді көрермен төреші. Абайдың тереңдігі, оның тынысы, оның болмысы, жалпы адамның адам болып қалыптасуы, Абайдың айтатының бәрі. Адам бол. Бізді жаратқан Алла адам қылып жаратты ма, осы миссияны дұрыс қолдану, дұрыс өмір сүру, адамшылықпен. Атымды адам қойған соң қайтып адам болайын деген өзінің сөзі бар ғой. Адам болу, басқа ештеңе емес. Жүрегіңді таза ұста дейді. Бір хадис бар, білесіздер, адамның денесінде бір кесек ет бар дейді. Сол бұзылса, бүкіл дене бұзылады. Сол таза болса, бүкіл денең таза болады дейді. Абайдың айтатын осы. Өз қалпыңды ұста дейді, таза ұста. Басқа ештеңе керек жоқ. Мен әрдайым айтам осы. Абайдың біз бес-ақ нәрсесін күнделікті өмірімізде қолданып жасақ жетеді. Сол 5 нәрсеге ғашық бол, 5 нәрседен асық бол деген. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой. Осы 5-еу бізге артық керек жоқ. Қанағатшылығымыз болса, рахымшылығымыз болса, одан басқа не керек? Әділдігіміз болса, шыншылдығымыз болса, шамамыз жетсе осы Абайды сахнада көрсетіп жатқан кезде осындай бір сырларын ашу, кішкентай ғана болса көрерменнің жүрегіне Абайдың ішіндегі қайнап жатқан нәрсесін жеткізу, бұл менің актерлық, азаматтық борышым деп айтуға болады. Естеліктер, оның балаларының, жаңа келіндерінің, көзін көргендердің осы естеліктерді оқу арқылы да өзіме көп сіңірдім. Оның бұл жағы мінездерін қалыптастыру. Абайдың қандай адам болғандығы. Бір естелікті айтады. Бір ұры болған ғой, тіс қаққан ұры. Сол кезде бір өзі шешен, жаңа тіс қаққан ұрыны шақырып апты Абай. Мен сенен бірдеңе сұрайыншы. Сен соны маған бересің бе? Енді ана ұры не ойлайды сұраған кезде? Менің Абайға жалғыз атым бар ғой. Одан басқа ештеңем жоқ деген, енді ойлап тұр ғой, атын сұрайтын шығар. Сен маған ұрлығыңды берші деген ғой. Ұрлығыңды берші сен маған деп. Сонда ана ұры жоқшылық қой Абайға деп. Содан жаңағы ұрыны шақыртып алып, түйесін, 5-6 түйесін беріп, жаңағы малын беріп, сол жерде өзі тәрбиелеп, кейін сол мықты жаңағы ұрлығының бәрінен арылған, таза адам қалпына түскен, елдің арасына қосылған, дәулетті болған. Міне бұл жерде Абайдың өзінің сөзі бар ғой. Мінезі түзелмейді деген адамның мен тілін кесер едім дейді. Демек, адамды тәрбиелеуге болады, жақсы жаққа. Міне осындай жаңағы екеуінің ұры мен екеуінің арасындағы диалогты қарап отырып, мен Абайдың мінезін, бұның кеңдігін, бұның тереңдігін, сондай жаңағы сөйлесіп отырған адамды қалай ыңғайына келтіру нәрсені осындайдан үйренуге болады мысалға. Бұл әулиелік биіктікке шыққан адам ғой. Енді осы Абайға тағы да бір екінші жағынан үңіліп жатқан жайым бар. Осында Фарқат деген қазіргі жас режиссердің ішінде талантты режиссерлар шығып жатыр. Сол екеуміз қазір Абайдың өзінің қара сөзінен, өзінің поэзиясынан, жалпы өзінің жазған дүниесін сахнаға алып шығып жатырмыз. Өзінің жанына үңіліп жатырмын, өзінің жүрегіне, өзінің соққан жүрегі, бойындағы қаны. Осы сөзді жазған кезде Абай не ойлады? Не айтқысы келді? Не айтты? Ол үшін бір ауыз сөзді мен осы бұл жасқа дейін жақсы өткіздім бе, жаман өткіздім бе?
бірталай өмір сүрдім дейді. Жер ортасы жасқа келдім, қажыдық, жалықтық. Енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткізем дейді. Соны таба алмай өзімде қайрамын деп өз-өзіне сұрақ қояды. Ал осы сахналық құрылымда қалай айтылады бұл сонда? Міне осындай кілттерді қазір іздеу үстіндеміз. Ол айғайлады ма, ол жылады ма, ол үшін трагедия болды ма бұл? Бір ауыз, екі ауыз сөзді жалпы біз Абайды қойған кезде сол портреттік Абайды жаңағы сақалымен ұқсатып, сондай Абайды біз халықтың, көрерменнің әбден санасына сіңдіріп жіберіп отырмыз ғой. Мысалға Абайды көреді сахнадан, Абай осындай айтқан екен ғой, не деген мықты айтқан мынау сөзді. Түх, қандай ғажап, мынау философ, мынау дана екен ғой деп қана, сол немен ғана халық кетеді. Мысалға. Ал біздің мұндағы мақсатымыз неге айтты ол? Халық осы жерден соны жұтып, өзінің бойынан өткізіп, жүрегіне сіңдіріп, мен осындай екенмін ғой. Болмаса бұлай істеу керек екен ғой деген оймен кетсе, кішкентай бір көрермен, бұл да үлкен жеңіс деп ойлаймын. Біз Абайдың сол жағына, сол бір өзінің ауырған, сол замандағы жанын ауырған кезін қазір сахналық құрылымда көрсеткіміз келеді. Бұна Мұхтар Әуезовтің сөзі бар, Абайдың лебі, Абайдың үні, Абайдың тынысы, халықтың тынысы, халықтың үні. Бүгін сол үн бізге жетті. Жаңғырып әрі алға кетеді дейді. Жаңғырып келіп жатыр. Әр заманда, әр ғасырда Абайды қалай түсінеді? Біздің 21 ғасырда қазір біздің қоғам Абайды нағыз қазір айтылатын кез. Абайдың тағы бір сөзі бар. Күніне, болмаса аптасына, айына бір рет өзіңе есеп берші дейді. Абай өз-өзін жеңген адам, өз-өзін тәрбиелеген адам. Үлкен биіктікке шығып отыр. Ал бізше, мен мысалға өзім бір күндік не болмаса бір апталық осымен қандаймын деп есеп бердім, көрдім. Өреміз жетпейді. Біреуді боқтап қоясың, біреуді жамандап қоясың, біреуді өсек айтып қоясың, ғайбат айтып тұрған жоқпын деп айтып қоясың, өтірік айтып жоқ деп өтірік айтып қоясың. Бір күндік сізде өңіліп көріңізші мысалға. Қандай қателік жібересіз? Біз қалай адам боламыз сонда? Өз-өзіңді жеңу керек, бірінші өзімізді тәрбиелеп алуымыз керек. Басқаға ақыл айту үшін, басқаға сен өйтпе деу үшін, мен бірінші өзім тәрбиелеуім керек. Абай өз-өзін жеңген адам. Осы жағына келген кезде ойланарлық нәрсе көп болады бізде. Терең нәрселер болады ғой. Мен қай рөлді ойнасам да, мысалға, осы Гамлет, Шекспирдің Гамлетін айтайықшы. Осы рөлді алған кезде мен алдында естіген осы Асанәлі Әшімовтің Қалибек Қуанышбаев Абайды ойнады ғой, алғашқы Абайды ойнаған актер. Кинода да ойнады. Сол қалыптастырды Абайды жалпы қазақ көрерменіне, қазақтың санасына жаңағы үлкен образды алып келген Қалибек Қуанышбаев. Міне. Сол кісі әр рөлді ойнаған кезде Абайдан іздейтін деген әңгіме айтып қалды да маған, бір әңгімелесіп отырған кезде. Мен ойландым, қалай Абайдан іздейді? Шекспирді ойнаса да, тағы кімді, Чеховты ойнаса да, Анан ойнаса да, Абайдан қарайды. Міне, ол Қалибек Қуанышбаев ауырған адам Абаймен, жаңа өзің айтпақшы. Сол сияқты мен Гамлетті ойналған кезде, Гамлеттің жалпы трагедиясы, Гамлеттің өзі қандай адам, Тателінің ханзадасы қандай болу керек, оның не түрткі, оның ішіндегі өлмек пе, қалмақ па деген, не ішіндегі жанып жатқан от не? Деген кезде Абайдың бір ауыз сөзі жауап береді. Ойлы адамға қызық жоқ бұлы жалғанда, көбінің сырты бүтін іші түтін деген сөзі бар. Гамлеттің образы міне осыдан шығады. Мен мысалға Гамлетті ойнаған кезде, жаңа өзің айтпақшы, Абайдан іздедім, Абайдан таптым. Басқа да рөлдерімді мен қарайтын болсам, ол тереңдік жағынан қарайтын болсам, мысалға кешегі Қараш-Қараштағы жараспайлар, еліне, әділдігіне айтқан кезде, осы Абай, астында Абай жатыр, мысалға. Менің әр рөлім, қандай рөл болмасын, осы Абайдан алып отырам. Абайдың басындағы трагедия, ұлдарының бірінің артынан бірі кетуі, бұл естеліктерде де жазылады, қандай қиналғандығы Абайдың
өзінің сүйікті ұлы әбішінен айырылған кезде, Мағауиядан айырылған кезде, енді пьеса бойынша Айдардан айырылады, қатар-қатар 3 ұлынан бірдей айырылады. Осы кездегі оның өте сахнада оны жасап жүруде өте қиын. Қатты мені толғандырған бір сахналық көрініс осы көріністер болды. Адамды бейжай қалдырмайтын, адамның жылататын бір трагедия десек, Абайдың басында осы нәрсе, осы толғандырды мен, осы қинады. Шынымен осы сахнада жүрген кезде ең бір қиналатын сахналарым осы болды. Шыдадым, күттім, айып балам. Ендеше аға, мына Айдар өлім үстінде жатыр. Одан бір айырыласыз. Екінші, мен де бұл дүниелік жан емеспін. Мен де өлім жазасына бұйырылған жанмын, әке. Қуатым, не дейсің? Әрине мен ұстаз, мен үшін Абай, менің сырласым, менің ұстазым, менің атам, менің әкем, менің жаным, осылай қабылдаймын. Әрине өзгертті. Менің білімімді, жан-жағыма көзқарасымды, тәрбиемді, міне осының бәріне әсер етті. Бұл Абайға бір жағынан қызық нәрсе, менің бала күнімде, ол кітап менде үйде бар. Атам марқұм қасына алып, жаңағы кітапты ашып қойып, Абайдың кітабы бар. Соны бәленбайынша бетті ашшы балам дейді. Мен бала, ойын баласым ғой. Ойнап кеткім келеді балалармен, жібермейді. Бірақ ішімнен жаңағы ыза болып, өзімнен атамды ішімнен жек көріп, сөйтіп отырамыз. Осындай өлеңі бар. Қан сонарда бүркітші шығады аңға, тастан түлкі табылар аңдығанға. Одан кейін ғалым болмай немене балалықты қылсаңыз, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, дүниеде өзі, малды өзі ғылымға көңіл бөлсеңіз, білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз. Келес, осылай жаңағы өлеңдерін айтып, солай тәрбиеледі мені. Кішкене күнімде. Жүгіріп жүргенде, әйтеуір 10 минут болсын, 15 минут болсын, жаңағы Абайдың кітабын алғызып алып, қасыма отырғызып қойып. Сол кезде азарда безер болып жаңағы ойынға кеткім келіп тұрады ғой. Ал қазір ойласам, мүмкін сол атамның да, сол бала күнімдегі санама сіңдірген шығар осы Абайды. Ана Марк Твеннің бір сөзі бар ғой. Мен 17 жасымда әкемді сонша ақымақ көруші едім дейді. 17 жасымда. 21-ге келген кезде, 5-6 жылдан кейін әкемнің қандай ақылды болғанына көзім жетті дейді. Сол кезде 17 жасында түсінбеген ғой әкесін. Мен де сол сияқты бала кезде кім түсінсін ондай нәрсені. Қазір мен мыңда бір алғысымды айтам, сол атама сол қасына отырғызып қойып, Абайды оқытқанына. Сол тәрбие маған сіңді. Сол тәрбиені мен қазір өзімнің балаларыма аптасына өтірік айтпай қойын, бір рет жаңағы 2 баламды алып, қасыма отырып алып, оның қара сөздерін, поэзияларын оқып, соны талдаймын. Соны талдау арқылы, үйрету арқылы өзімде көп нәрсені түсінемін. Олар түсінбеуі мүмкін бала, ойын баласы ғой оларда. Оларда мен сезем, осы әкем не айтып отыр деп ойлау мүмкін ғой. Бірақ бәрібір ақыл кірген кезде, саналы болған кезде, бұл нәрсе алдынан шығатынына мен сенем. Өйткені ол нәрсе менің басымнан өтті. Қазіргі қоғамға қарап тұрсаңыз, енді бізде рухани жағынан қуанып айта алмаймын мен. Өте бір қалай айтсам болады.
рухани азу ма? Бұл жағынан қарап алсақ, Абайды біз қашан түсінгенде, біз Абаймен сырлас болған кезде, біз Абайды санамызға сіңдірген кезде, біздің рухани деңгейіміз әрине айтуға болады. Қазір мен ондай нәрсе айта алмаймын. Біз көптеп саналарына сіңдіруіміз керек. Біз тек қана тақпағын жаттатып қоймай, ол не үшін айтылды? Әр нәрсе, әр сөзінің астарын ашып беруіміз керек. Сұхбаттасуымыз керек. Сонда ғана біз рухани байытын шығармыз. Қазір мен рухани байлық біздің халықтың қазіргі қоғамдағы жағдайда мен айта алмаймын руханиға деңгей. Әрбір ақылы бар адамға иман парыз, иманы бар адамға ғибадат парыз дейді. Бәріміз ақылдымыз ғой, Аллаға шүкір, ақыллылар көп. Иман, демек иман бізде бар. Ары қарай жалғастыру керек соны. Іздену керек, білу керек. Оқы, осы ғой айтатын Абай.